алаш қайраткерлері дінді олардың өздерінің өмірлік серіктері ретінде, өздерінің жаңағы жеке Құдай мен адам арасындағы, Құдай мен адам мен Алланың арасындағы бір байланыс, рухани байланыс ретінде алып, бұл дінді ұлттың жаңа мәдениетінде, ұлттық құндылықтарында, салт дәстүрінде үлкен орны бар құндылық ретінде алып қараған. Мысалы, Қазақ газетін қарайтын болсақ, Қазақ газетінің жаңағы эмблемасында үстінде түндігінде батыс жағы ашық, шығыс жағы жабық. Бұның мағынасы батыстың озық ғылым мәдениетін алып отырып, өзіміздің шығыстық құндылықтарды сақтау. Өзіміздің дәстүрімізді, тілімізді, мәдениетімізді. Енді ұлт қайраткері Әлихан Бөкейхановтың шығармаларын алатын болсақ, мақалаларын, бұл жерде Сурат кофеханасындағы шығармасы аударған, немесе біз Әлиханның барлық діндерге тең қараған, мұсылман, православ, атеист айырмашылық жоқ, бәрі адам ретінде құқығы бар екендігін көреміз. Яғни дінде алаш қайраткерлерінің ұстанымы бұл зайырлы мемлекеттің формасы.